Естеміспен екеуі қонып жатса бір тауда, намаз шамнан өткенде, құтпан мезгіл жеткенде, құлағына батырдың бір дауыс кеп шулайды. Ту сыртынан сол таудың бұрқыраған бу шықты, шуылдаған шу шықты. Бұл не қылған дауыс деп естемістен сұрайды. Айтпасына қоймайды, сонда естеміс сөйлейді. Сөйлегенде бүй дейді. Арғасында бұл таудың қызыл бастың елі бар, жасыл байтақ жері бар, айдынды шалқар көлі бар, көкті маймақ ханы бар, неше мың сан жаны бар, қанша жиған халқына көрсетіп тұрған сәні бар. Маған өте қатты қызықты болған үшін мен ол жерді толықтай жаттай алдым. Өйткені адам қызыққан ісін соңына дейін бітіре алады деп ойлаймын. Бұл жырдан мен не үйрендім? Бұл жыр менің сөз байлығымды көбейтті. Өте байырғы көнерген сөздерді біле бастадым. Бұл жырды жаттауда бір оншалықты қиыншылық болып жатқан жоқ. Керісінше балалар мынау көнерген сөздерді көріп, оны ғаламтордан іздеп, ата-анасымен ақылдасып отырып, мұғалімдермен ақылдаса отырып, осы көнерген сөзді оқу арқылы балалардың сөздік қоры молайып жатыр.